Türkmenistan halkını Birdemlik Günü bilen tebriklayman. Memleketimizde tinchlik bolsun. Oilalarınız aman bolsun. С 1 мая от души вас поздравляем самым светлым, самым добрым праздником. Я вам желаю только самого лучшего и самого хорошего. Всех наций нашей страны поздравляю с 1 мая. 1 may ынтымақ күні баршаңызды құттықтаймыз. Бірлік болсын, халқымыз тыныш, еліміз аман болсын, балдарымыз бәрі аман болып, тек жақсылық тілейміз, біргеміз, біз жеңеміз. Саламатсыздар, құрметті отандастар. Баршаңызды келіп жеткен 1 мамыр Қазақстан халқымыздың бірлігі мен ынтымақ күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаңыздың отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Тіліміз бен дініміз, діліміз бен ұлтымыз бөлек болса да, бір-бірімізге деген сый құрметіміз, тілегіміз бен достығымыз мәңгілік болып, бейбіт өмірде, бейбіт Қазақстанда мәңгілік қол ұстасып бірге өмір сүруді Алла тағалам нәсіп етсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бүгінгі біздің отбасымызға берілген тақырып орыс ұлтының ұлттық тағамын таныстыру болатын. Бүгін Дария екеуміз бірлесе отырып, орыс ұлтының ұлттық тағамдарының бірі құймақ және борщ тағамын дайындаған болатынбыз. Бұл орыс ұлтының ұлттық тағамы әр отбасының сүйікті сүйіп ішер асының бірі. Бұның құрамына жаттанды қоспалар, яғни сүт, құймақ құрамына май, жұмыртқа, тұз және қант қосылады. Бұл қоспасын қосып әзірлегеннен кейін осындай әдемі сүйіп ішер асымыз құймақты дайындай аламыз. Бұл құймақты балаларымыз қойытылған сүтке батырып жегенді жақсы көрсе, үлкендерімізге қаймақ қосып жеген аса ұнайды. Және бұл құймаққа бүгінгі таңда үгітілген ет пен сүтке қосып та дайындап дастарханымыздың сәнін келтірер ас мәзіріне айналдыра аламыз. Борщ тағамы жеңіл әрі құнарлы, витамин дәрумені көп тағамдардың бірі болып есептеледі. Баршаңызға да астарыңыз дәмді болсын, деніміз сау болсын, келіп жеткен мерекеміз құтты болсын. Мереке құтты болсын! Нәсілдерге нәсіл берсін нұрлы күн. Ынтымақтың шерсемдей мін бір жырын. Тату оғын жырға қосам ұлттардың, мақтан қылып ұлыстардың бірлігін. Бүгінгі біздің кешкі асымыз қазақша ет. Қазақша ет қазақ халқының ұлттық тағамы. Қазақша еттің құрамына жайма, ет, жуа және картоп кіреді. Бірлігіміз мәңгі болсын қазақ елі. Саламатсыздар ма ұстаздар, ата-аналар, оқушылар, Қазақстан халқының бірлік күні құтты болсын. Біз Әлия қызымыз екеуміз өзбек халқының тағамын таңдадық. Өзбек халқының тағамы өте бай. Соның ішінде бүгін плов пен көк шайын сізге ұсынамыз. Қадірменді бір досымыз өзбегім, қалтқысы жоқ бейнедемін, өздемін, өз сөзінде жанға жайлы сөздерім, өз көзінде күлімдейді көздерім. Біз біргеміз, бірлік күні құтты болсын! Джичи охы мама, зоды чинсанчи хавчы. Йончинчи әншу тайзыды. Чинайды күнюмі, джонши, джухы, уйыхы сакасы, тәминзу туәнжияды. Қызымыз араласпыз әрден, дастархандар жайылады сәнімен. Палауымен 5 бармағым аралас, кезек жейміз алма өрік дәнінен. Өзбек халқының ұлттық тағамдары басқа елдерде кеңінен таралған. Ол ұлттық тағамдардың бірі самса. Здоровенькі були. Кім семейді ет жақынның туысқанын, Украина туысымның бірісін, тұрды биік туымыздай бұл достық елбасының түнгенде де ұлысын. Менің қолымдағы Украина халқының ұлттық тағамы вареники. Бұл тағам біздің шпарамызға өте ұқсас, бірақ ішіне еттің орнына түрлі көкөністер мен жеміс-жидектер немесе картоп салады. Бұл украиндықтар бұл тағамды қаймаққа батырып жейді. Дәмі түрлері тағам Украина халқының дастарханында көп кездеседі.
дәмнің бірі картофельная тортилья. Бұның құрамында 5 дана картоп, 1 жуа, 6 жұмыртқа және де оливковое маслоның 1 стаканы мен сарымсақтың 1 данасы. Сіздерге Александр Сергеевич Пушкиннің теңіз жағасында жасыл емен өлеңінің 1 шумағын испан тілінде ұсынамын. Y en una costa hay un roble verde con la cabina dorada fima. De noche un sabio gato anda por la cabina rollando miau. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бір шаңырақ астындағы халқымыздың ынтымақтастығы мен өзара ауызбіршілігі нығая түсіп, татулығымыз әрдайым берік болып, достық бірлік мәңгі жасай берсін. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғаш рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық жалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы айтатұғын желгесір, уағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көл көсір. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін. Қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатыр қалды білмейтін. Қазақ осы көргеннен танбайтын, той-думансыз оты түзу жанбайтын. Қазақ осы алудай-ақ алатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы ашы жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұр сағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Қазақ осы дүние мен малыңды, оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы ашық жайып жатқан қанатын, батыр халық, ақын халық дәлаты. Қазақ осы өзімсінген адамға, насыбайға болат көріп қалатын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Біздің қазақ халқымыздың ұлттық тағамы бауырсақ. Бауырсақ ұн бидайынан ашылып майға пісіріледі. Қазақтың той мереке дастарханында міндетті түрде бауырсақ болуы тиіс. Асы-тасы нан дегендей, әр қазақтың шаңырағында дастарханында нанымыз көп болсын. Біз біргеміз, біз үйдеміз.